Бабаларымыздың байыпты танымынан қалған тегімізден тамыр алатын тәліміміз жетерлік. Соның бір парасы әйелдің еріне қатысты ешқашан қолдануға болмайтын сөздер тізімі. Назар аударыңыз. Сенен бір жақсылық көрмедім. Сен ақ шаршаттың осы мені. Сен ылғи өстейсің ғой. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қойғанда. Қандай жалқау адамсың. Ана Гаухардың күйеуін қараш, қандай жақсы адам. Нағып саған шықты ма екен осы? Бұл сөздер еркектің көңілін суытып қана қоймай, оның әйелге деген құрметі мен мейірімін де алып қоюы мүмкін. Кейде әзілмен, кейде ашумен шығатын осы қылықтың салдары еркектің әйелге деген сезімін сарсаңға салып, бірте-бірте жек көрінішке ұласуы мүмкін. Әсіресе әйел адам мұндай сөзді күйеуінің туыстары мен достарының арасында айтуына болмайды. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қойғанда. Бұл шаңырақтың шайқалуына себеп боларлық үлкен қателік.